Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, тойымды, әрі тез дайындалатын жаңа жылдық салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 4 картопты тазалап, оны үккіштен өткізетін боламыз. Және оны жақсылап жуып, осындай қағазды немесе маталы майлықта құрғататын боламыз. Мен осындай қағазды майлықты пайдаландым, ол бізге картоптың тез құрғауына көмектеседі. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Картоп құрғағанша мен 5 жұмыртқаны суға салып, қайнатып қойдым. Енді осы құрғақ картоптарымызды қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Және піскен 5 жұмыртқамызды да турап аламыз. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай тура берсеңіздер болады. Келесі қиярды тураймыз. Қиярды да жіңішке әрі ұзынша етіп видеодағыдай турап аламыз. Келесі етімізді тураймыз. Менде осындай асылған сиырдың еті. Оны да жіңішке ұзынша етіп турап аламыз. Міне барлығын турап алдық. Енді бір банка жүгеріні қосамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Және майонез қосамыз. Майонез ол өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Кез келген етті қоссаңыздар болады. Тауықтың етін, сиырдың етін немесе колбасаны қолдансаңыздар да болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, тойымды салат. Астарыңыз дәмді болсын.